Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде үй тазалаушы 3-ші бөлім. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше мен сериалды бастаймын. Кеттік. Ана үйден деген басым ауырып кетті ғой. Шулай береткен, я. Қалай анау яғни үлкен кісілердің басы ауырмайды, менің басым ауырып кетті ғой. Бала шағалар деген көп. Соны айтам, менің де басым қатты ауырып кетті ғой. Жақсы, кетті, киімдерімізді ауыстырайық. Мен кеттім, жуынып келмесем болмайды. Сен қоя салшы, Рема. Я, бопты, қоя салам. Жуынып алмасам, әйтпесе үстім кір болып кетті ғой. Қанша күн болды жуынбағаныма. Ендеше жуынып алай. Күшті болып жатыр, я, жұмысымыз. Клиенттер де келіп жатыр. Я, күшті. Бізге бір тағы да идея табу керек. Мүмкін идея табамыз. Жақсы, мен қазір ойланып көрейін, маған түрлі деген идеялар, ойлар келеді ғой. Жақсы, мен де ойланып көрейін. Қандай ойлар бар екен? Менің, яғни, басыма көптеген ойлар келіп жатыр. Яғни, біз аптасына бір рет, яғни, 2 қабат әйелдерге және де бір, яғни, қайырымдылық істеу керек деп ойлаймын. Сонда біздің жұмысымыз мол болып кетеді, да? Сондай адамдарға, яғни жағдай жоқ адамдарға көмектескен ол дұрыс деп ойлаймын. Олардың үйлерін тазалап берейік. Аптасына бір рет солай қайырымдылық жасап тұрайық. Сол кезде біздің жұмысымыз мол болып тұрады, ақшамыз көп болады. Я, сен күшті идея таптың ғой, жарайсың, Назерке. Рахмет. Саламатсыз ба, апай? Саламатсың ба? Сендердің түрлеріңді көргім келіп тұрған жоқ. Қыздар, ақшаны беріңдер, немесе үйді босатыңдар. Мен сендерге айтқанмын, менің мінезімді білмей жүр екенсіңдер. Бол, тез. Апай, ақшаңызды береміз? Я, береміз ғой, апай, біз қашан бермедік? Алдыңғы апта бермедіңдер ғой? Апай, енді ол кезде бізде ақша жоқ болды ғой, ал қазір бар. Кешке келіңіз, сосын сізге дайындап беремін. Жақсы, кешке келемін, дайындап қойыңдар. Сау болыңдар. Кешке дайын болмаса, өздерің білесіңдер. Үйден қуып шығамын, айтпат демеңдер. Жақсы, апай. Осы апайдың мінезін айтамда ше. Бар, сен магазинге барып қайтшы. Неге мен бара берем? Мүмкін сен барасың. Ладно, мен барамын. Телефонды қалдырып кетші. Мә. Кеттім, барып қайтайын ендеше. Кеш батқан сон. Бір ана қызда қайқа жоқ болып кетті. Ая, мен алдап кетті ме? Ішім пысып кетті ғой. Мен келдім. Не болды, жынданып отырсың ғой? Не болды? 1 сағатқа жоқ болып кеттің ғой? Енді не дейсің? Жындысың ба? Магазин жап-жақын ғой? 15 минутта барып келетін адамсың ғой? Ой, просто көшеде біреумен сөйлесіп қалдым. Сол себепті кешігіп қалдым. Ладно, сен мені жұмсасаң, сіраз магазинге барып тіке қайтамыз ғой. Мені күттіріп қойып, мен бара салуым керек еді. Айттым ғой мен саған, барсай деп. Өзің ғой. Ладно, не әкелдің? Пирог, сондайлар әкелдім. Айтпақшы, ақшаны дайындау керек. Кеш деп атты ғой. Қазір хозяйка келеді үйдің. Ендеше ас болсын. Я, ас болсын сағанда. Мен жақсы көретін пирогым ғой. Дамдысын-ай. Ал мен болса, осы молоко, яғни клубникасын ішемін. Күшті ғой.
Мынау саған. Мынау шоколадный маған. Дәмді, иә? Иә, мен уже тойып қалдым ғой. Сен ше тойдың ба? Иә, тойдым. Неге хозяйка келмей жатыр? Дұрыстап айтсаңшы, тілің келмей ме? Қойшы, бұл дұрыспай-ақ қояйықшы. Саламатсыңдар ма тағы да? Ақша дайын ба? Сірә айтыңдар, болыңдар. Иә, дайын, мінеки. Ала қойыңыз. Жақсы. Енді келесі айда келіп аламын. Ас болсын, жақсы, сау болыңдар қыздар. Үйді тазастаңдар, жарай ма? Иә, тазастаймыз, апай. Жақсы, сау болыңдар. Осы апай деген ашуланбай жүретін, яғни күндері болады екен ғой, иә? Иә,